Армысыздар қазақтар. Фаберлик компаниясынан мындай бар екен да. Мындай көкөністерді микротолқынды пеште пісіруге болатын қалташа. Соны қазір ашып көрейік. Не екен? Акциямен бәрін ала саламыз. Акцияда не бар анау? Жылдың соңында қалған нелерді сатады ғой, сосын анау қара жұма деп сатады. Шетелдің мен рождествоны жаңа жылға қарай. Ух ты, мынау деген материал кәдімгідей не деген материал ма? Бүйтеді. 1-4 картошка салып дейді, жауып қойыңыз дейді. Сосын микроволновкаға 4 минутқа қой дейді. Қыздардан сұрап едім, апайлар айтты, 4 минут емес, бір 7-10 минут қой деді. Содан кейін абайлап ана ыстыққа күйіп қалмай алыңыз дейді. Мына жерде сәбіз, кукуруза. Кім айтты? Не жақсы піседі екен деді, қызылша. Мына микроволновка қалдырып қалдық пе деді. Майлы тамақтан, қалай мынаған майлы тамақтан десін. Микроволновкада ғана пайдаланыңыз, пеште күйіп кетеді бұл. Сосын бір апай айтты, неге салам деді. Мынау маған қызық болып тұр да, мынау кәдімгі мынандай қалташады. Тоба, мынаған қайтып піседі екен сонда. Мынау бычыт болып кетпей ме екен? Жуу керек қойған екен. Жаңа кім апай айтты, сатып атқан, ана бірге компанияда жұмыс істейтін мынандай өзінің бір қағаз қалташалары бар ғой, салафановый, соған салды, сосын мынаған сал деп. Бірақ қызық нәрсе екен. Бағасы қазанда мен бұны 7-3 теңге алдым ау деймін. Баға 4, морковка 4 минут дейді, придать свежий хлеб. Вау, нанды да жылытуға қоюға болады екен. Бір картошка. Блин, өте осындай қызық екен. Тапсырыс беру үшін астына телефон қалдырып кетейін. Бұдан да қызықтар көп.